Қайырлы күн барлықтарыңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үйге арналған домашний тапочканың ою салған түрін тоқитын боламыз. Мен біреуін тоқып қойдым. Екіншісін қазір сіздермен бірге тоқимын. Мен бұны мынандай жібек жіптен тоқыдым. Көк және ақ түсінен. Ақ түсінен аз ғана кетеді. Себебі тек оюын ғана тоқимыз. Бір моток жетеді көктен, ақтан аздау кетеді. Мындай 2 деген крючокпен тоқыдым. Мына оюды мен мынандай схема сызып дайындап алдым. Қазір осы жерде описаниеға сіздерге қалдыратын болам. Осы схема бойынша мына оюды салып тоқимыз. Ал ендеше тоқуды бастайық. Бұл тапочканы тоқу үшін алдымен мына екі жағын көтеріп аламыз. Сосын мына үстіңгі жағы тоқылады. Ол үшін тапочканы іш жағына қаратып өзімізге бұрып аламыз. Жоғары жақтан бас жағынан бастап тоқимыз. Мына тапочканың жоғары жағында 1, 2, 3 сызық қалдырдым. Мына жерден де солай бастаймыз. 1, 2, 3. Мына петлядан тұрған петлялар арқылы тоқылады. 1, 2, 3. Мына жерден бастаймыз. Мінекей сіздерге жақынырақ көрсетейін. 1, 2, 3. Мына жерден бастап жіпті өткізіп аламыз. Кішкентай жіпті үстіне қойып, арасына тоқылып кетеді бұл жіп. Осы жерден бір петля, бір ілмек жасап алдық. Енді дәл осы жерге тағы да біреуін столбик без накида тоқыдық. Енді мына әр қайсысына 2 столбик без накида тоқып шығамыз. Осылай аяқ жағына осындай төртеулі қалатындай қылып тоқып шығамыз. Мінекей мен осы жерге дейін тоқып келдім. Бірінші тапочкаңызбен бірдей болу керек. Осымен. Енді мына жерден 2 воздушный петля көтеріп аламыз. Сосын тапочканы өзімізге қаратып бұрып аламыз да. Енді келесі қатарда столбик с накидом тоқимыз. Мінекей сіздерге жақынырақ көрсетейін. Мына тұрған әрбір петляға столбик с накидом тоқимыз. Крючокке жіпті ілеміз. Мына тұрған петляға крючокты кіргізіп, жұмыс жібін шығарып, мінекей крючокта бізде 3 жіп. Осы 2 жіпті бір тоқимыз да, тағы да 2 жіпті бір тоқимыз. Крючокке жіпті ілеміз. Мына петлядан өткізіп,
жұмыс жібін шығарамыз. Екі жіпті бір тоқып, тағы да екі жіпті бір тоқимыз. Міне осылай бір қатар столбик с накидом тоқып шығамыз. Мінекей мен бір қатар столбик без накида тоқып шықтым. Енді келесі қатарға көшу үшін мына жерден бір воздушный петля аламыз. Тапочкамызды өзімізге бұрып аламыз. Енді келесі қатар бір қатар столбик без накида тоқып шығамыз. Мына жерге дейін бір қатар столбик без накида тоқып келіңіздер. Мінекей мен бір қатар столбик без накида тоқып, осы жерден аяқтаймыз. Мына жерден жіпті қиып тастаймыз. Мына шетін спичкамен күйдіру керек, себебі сетінеп кетеді. Енді тура осындайды қарсы бетінен тоқып шығуымыз керек. Ол үшін тапочканы сырт жағынан өзімізге қаратып аламыз да, аяқ жағынан бастаймыз. Мына әр қайсысына, әр петляға екі столбик без накида тоқып, бас жағына келеміз. Осы жерден екі воздушный петля аламыз да, тапочканы бұрып, бір қатар столбик с накидом тоқып келеміз. Одан кейін бір воздушный петля аламыз да, тағы да тапочканы бұрып, бір қатар столбик без накида тоқимыз. Сосын жіпті үзбейсіздер, осы жерден әрі қарай жалғастырып кетеміз. Осылай тоқып келіңіздер. Дәл осындайды қарсы бетінен тоқып келуіміз керек. Мінекей мен екі жағын осылай тоқып алдым. Енді мына жерден 18 воздушный петля теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Енді мына қарсы бетіндегі бірінші петляға соединительный столбик жасап біріктіреміз осылай мінекей. Мына жерде жіпті бекітіп тастаймыз. Тапочкадан өткіземіз. Енді мына жерден бір петля тастаймыз да, келесінен крючокты өткіземіз. Жұмыс жібін осылай шығарып аламыз. Мына жерде мынау тартылып қалмау керек. Қатты бос та болмау керек, осындай болып тұру керек. Осы жерден бір петля жасап аламыз да, енді бір қатар столбик с накидом тоқып шығамыз. Мына тұрған әр петляға, жаңа теріп алдық қой, воздушный петля, осылаған 18 столбик с накидом тоқып шығамыз. Мінекей осылай аяғына дейін бір қатар столбик с накидом тоқып шығыңыздар. Мінекей мен соңғы жағына келдім. 18 столбик без накида, столбик с накидом тоқып шықтым. Енді мына жерден де бір петля тастаймыз. Жаңа қарсы бетінен бір петля тастадық қой. Мына жақтан да біреуін тастап, келесіне соединительный столбикпен біріктіреміз.
осылай әр қатарда осылай бекітіп отырамыз. Мінекей. Енді келесінен тағы бір петля тастап, келесінен крючокты өткіземіз. Жіпті шығарамыз. Мына жердегі жіпті қатты тартпаңыздар. Осы жерден бір петлямен бекітіп аламыз. Енді 10 узор жасайтын боламыз. Мына оны былай жасаймыз. Столбик с накидом тоқимыз. Мына жерден мына екі столбиктен тастап отырамыз ғой. Ең біріншісіне бір столбик с накидом. Осы жерге тағы да бір столбик с накидом. Мінекей бірінші узорымыз. Енді мына жерден екеу тастаймыз. Міне. Мінекей екінші узорымыз шықты. Мына тұрған столбиктердің мына екеуін тастап отырамыз. Мына арасына тоқимыз мынандай. Мінекей осындай узордан 10 болып шығу керек. 1, 2, 3, 4-еуін тоқыдық. Ортасында екі столбиктен қалып отыру керек. Осылай аяғына дейін тоқып келіңіздер. Мінекей мен 10 узор тоқып шықтым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына жерде де бір петля тастап, келесіне соединительный столбикпен біріктіреміз. Енді келесі тағы да бір петля тастап, келесінен крючокты өткізіп, жұмыс жібін шығардық. Мына жердегі жіп осылай болып тұру керек. Бір петля жасап аламыз. Енді оюды салатын қатарға көшеміз. Енді алдымен 5 мынандай узор саламыз, осы көк түсінен. Бірінші узорымыз. Мынандай узор тұр ғой, соның ортасынан алынады, тоқылады мына. Әр узордың екі ортасынан крючокты былай өткіземіз. Екеу, міне үшінші. Төртіншісі. Соңғы 5-ші узорды тоқыған кезде, крючокта екі жіп қалған кезде, жіптің ақ түсін қосамыз.
көк жіпті тартамыз. Енді бір узорды ақ жіппен тоқимыз. Екінші столбик с накидом тоққанда, мына крючокта екі жіп тұр ғой. Осыны көк жіппен тоқимыз енді. Мінекей, енді мына ақ жіпті былай қалдырамыз да. Енді мына бетіне 5 узор салдық қой. Енді мына жағына да 5 узорменен аяқтаймыз. Мына жіптердің барлығы былай астына тоқылып кетеді. Төртеуін тоқыдық, енді соңғысын тоқимыз, бесіншісін. Енді мына жерде бір петля тастаймыз. Соединительный столбикпен аяқтаймыз. Біріктіреміз мінекей мына жерден. Міне, осылай бірінші қатарымыз міне ою салған аяқталды. Енді келесісін тағы да бір петля тастаймыз. Енді тағы да осындай узордан 5 тоқимыз. Арадан бір петля жасап аламыз, бекітіп. Енді 5 узор саламыз. Тоқимыз міне. Бірінші узор. Bir, 2, 3, 4, mine 5-шісі. Бесіншісінің мына екінші столбикті с накидом тоққан кезде мына крючокта екі жіпті, енді жіптің ақ түсін қосамыз. Енді ақ түсінен екеу саламыз узор. Мына жіптің барлығы арасына тоқылып кетеді. Екі узор ақ түспен түсті. Екінші столбик с накидом тоққан кезде крючокта екі жіп қалады ғой. Соны енді мына ақ түсті қалдырамыз да көк түспен осылай аяқтаймыз. Енді тағы да 5 узор тоқимыз.
мінекей осылай аяғына дейін 5 узорды тоқып аяқтап келіңіздер. Мінекей мен келесі қатарды тағы бір петля тастап осылай бекітіп алдым. Енді осындай көк түсінен тағы да 5 узор саламыз. Төртеуді тоқыдық. Енді бесіншісін бір столбиксіне кидім. Тағы да бір столбиксіне кидім. Осы бесінші узорды тоқып атқан кезде, мына соңғысын, мына крючокта 2 жіп қалады ғой. Мына жерде енді ақ түсінен қосамыз. Мына жіпті қатты тартпаңыздар. Енді ақтан 3 түседі енді. Мына жерде 3 узор жасаймыз. Схемаға қарап тоқсаңыздар жеңіл болады. Екеуі, енді тағы бір узор ақ түсінен. Соңғысында 2 жіп қалған кезде жіптің көк түсін қосамыз. Ақты былай қалдырамыз. Енді мына жағында да 5 узормен аяқтаймыз. Мінекей мен келесі қатарды да тағы бір петля тастадым. Мына жерден бекітіп алдым. Енді тағы да 5 узор тоқимыз осы көк түсінен. Бесінші узорды тоқып жатырмыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5-шісінің екіншісін тоқып жатқан кезде, крючокта 2 жіп қалған кезде ақ түсінен қосамыз. Жіптер тартылып қалмау керек. Енді ақ түсінен 4 узор түседі. Арасына тоқылып кететін жіптердің бәрі. Екеу. Үшеу. Енді төртіншісін тоқимыз. Міне, бұл жерде де 2 крючокта 2 петля қалғанда, көк түспенен ақты енді былай қалдырамыз. Көкпен аяқтаймыз. Енді мына жағын 5 узормен аяқтаймыз. Мына жақта қалай бастадық, мына жағына солай аяқталады. 5 узормен аяқтаймыз. Енді ары қарай тағы келесі қатарды бастаймыз. Мен тағы да бір петля тастадым, осылай бекітіп алдым. Енді көк түсінен 2 узор саламыз. Екінші узорда крючоктағы 2 жіпті енді ақ түспен осылай қосамыз. Енді ақ түсінен 3 узор саламыз.
үшіншісі енді көк түсінен бір узор түсу керек. Ол үшін енді мына жердегі жіпті көкпен аяқтаймыз бұлай. Енді біреуін көк узор түседі. Енді бір ақ узор, ақ түсінен ақ жіпті өткіземіз. Бір узорды ақ жіппен тоқимыз. Енді жіптің көгін қосамыз. Енді бір узор көк түспен түседі мына жерге. Енді ақ түсін қосамыз. Енді көк. Міне енді ақ жіптен, ақ узордан үшеу, сосын екеумен аяқтаймыз. Мына жерге ақтан үшеу тоқимыз. Үшіншісін тоқып атқан кезде ақты қалдырамыз да енді көк түсін қосамыз. Енді екеуі көк узор болып түседі, сөйтіп аяқтаймыз. Мына жерден бір петля қалдырамыз, себебі ар жағында да бір петля тастағанбыз. Осылай соединительный столбикпен біріктіреміз. Мына жерде жіптер осылай шатасып қалған, енді араластырып тоққаннан кейін мына жерде жіптен өткіземіз осылай. Әр қатарда осылай бекітіп отырамыз. Кейін келесі қатарды тоқимыз.